Жұлдыз жарық оянсын фанат, баршаға ортақ бұл чемпионат. Фон Тим. Чемпионат баршаға ортақ. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бұл соққа және гол. Жігіттер, 16-та бірінші финал артта қалды. Не деген ойындарды көрдік. Енді мынау Колумбия Гананы қоя тұрайықшы. Оның алдында Аргентина, Кабо Верде деген сұмдық па жігіттер. Масқара. Португалия, Хорватия. Маскарейшн. 16-та бірінші финал әлем чемпионаты басталды жігіттер. Міне керемет. Плей-офф деген осы бір матчта енді не боларын көріп отырмыз. Кабо Верде, Аргентина, сұмдық кездесу. Енді Германиядан басталды ғой бәлем бәрі. Германиядан басталды. Сол Германия ұшып кетті ғой Германия. Сол кезде 16-тан бірі. Түсіне бастадыңдар ма? Исін сезе бастадыңдар ма? Мен ойлаған бір 16-тан бірі финал ғой. Қазір Аргентина 3-0, Германия шыға салады Парагвай деген сияқты. Парагвайдан Германия ұшты, болды мен түсіндім. Есін жидың ма? Мен барлық матчты көремін деген сияқты. Қара, Португалия жанкері отыр. Жақмарлан, міне Португалия жанкері. Шындай ұшып кетеді деп қорқтың ба Хорватиядан? Әрине. Аргентина жанкері. Шындай қалай жоқ дейсіңдер осы? Қалай жоқ дейсіңдер? Қай кезде қорқуым керек? Есеп 2-2 кезінде қорқпайсың ба не? Чуй, кәдімгі голға дейін апаратын сұмдық болды ғой жақта. Апармай ма 90 минуттың ішінде онда? Енді сондай жағдай болып қалды. Бірақ Кабо Вердеге риза шығарсың. Кабо Верде ризам. Сен мысалы Аргентина жанкері ретінде Кабо Вердені мойындайсың ба? Негізі мойындаймын. Міне, өйстіп ойнау керек. Фаворит пен аутсайдер арасындағы кездесу осылай болу керек деп ойлаймын. Кабо Верде өзінің мүмкіндігінің максимумын көрсетті. Қалай ойнау керек? Қарымта шабуылдарға жүгіріп шыққанда енді Аргентинаны біраз шаршатып жіберді. Енді голда да айтпағанда, жалпы командада қақпашы бар, қорғаушы бар, шабуылшы бар, бәрі енді керемет ойнады. Айтатын әңгіме өте көп, Бекс айтатын әңгіме өте көп. Әлібек Кеншалы, Бексұлтан Кеулім қос, Жақып Марғұлан бізде қазір әлем чемпионаты кезде тұрақты эксперт деп айтсақ болатын шығар. Соққы және гол телеграм арнасында бас редактор бүкіл посттарды осы Марғұлан мен Райым екі-ақ адам сөйтіп бізде. Райым онлайн, Марғұлан бүкіл жаңалықтар салып отырады. Әлем чемпионаты кезінде жұмысы өте көп және дәл осы матч жүргізді. Комментатор. Қазспорт және Қазақстан телеарналарында комментатор Жақып Марғұлан қазір халық мақтап жатқан, тіл білетін, спорт білетін жігіт деген осы Марғұлан Әл-Қарқари деген. Кеттім бізге. Абырайларда кеттім. Мынауға қалай кеттің? Мен істеу керек едім ғой оны жігіттер, мына жақта бастауымыз керек біз, плей-офф талқылауымыз керек. 16-тан бірінші финал матчтар сұмдық өтті және осындай соққы және гол түсіруге мүмкіндік сыйлаған біздің достарымызға алғыс айтқым келіп тұр. Сілтеме арқылы өтсеңіздер, сіздер сыйлық ала аласыздар. Комментарийде бекітіп қойдық. iPhone 17, PlayStation, iPad сияқты құнды сыйлықтарды сіздер әлем чемпионаты плей-офф кезінде ұтып ала аласыздар және қазір көп бонус беріп жатыр. Осы мундиальды қолданып қалыңыздар, бонустан алып қалыңыздар деп біз сілтемені бекітіп қоямыз. Кіріп, тіркеліп, сіздер достарымыздан атымыздан сый аласыздар. Және Фон Тим арнасында күнде шығарылым болып жатыр. Біз соққы және голда да міне 16-тан бірінші финалды талқылап жиналып жатырмыз. Ал Фон Тимде әр матчтан кейін шығарылым ұсынып жатырмыз. Бұл біздің ортақ бір тойымыз, себебі чемпионат жігіттер баршаға ортақ. Дұрыс па? Кеттік онда жігіттер, Швейцарияның біз Колумбияға қарсы ойнайтынын білдік. Ол ойынды бір тез өтіп кете салайық. Бас назарымыз қазір Аргентинада болып тұр. Сол Аргентинаны талқылағым келіп тұр. 8-ден бірінші финалда қарсыласы Мысыр. Кеттік. Аргентина, Кабо Верде. 16-та бірінші финалда Әлібек сен Португалия мен Хорватия матчын көрдіңді. Бұл әлем чемпионатында үздік ойын дедің. Әрине. Сол ойыннан мына матчтан кейін қайттың ба? Жоқ. Қайтқан жоқпын, себебі Хорватия және Португалия ойында. Жоқ, мына ойында айта берейікші. Хорватия, Португалия ойында екі командада келесі кезеңге өтіп кететін мүмкіндігі болды. Мына жерде енді Аргентина өтіп кететін, тек Кабо Верден ары қарай өтіп кететін мүмкіндік болған жоқ. Тек қана пенальтиге дейін апарған кезде болатын болмаса, жалпы бұлай келесі кезеңге өтетін мүмкіндігі болған жоқ. Алға шығатын мүмкіндігі болған жоқ. Есеп теңестірді, екінші гол жалпы осы әлем чемпионаты. Екі рет теңестірді. Екінші гол жалпы осы әлем чемпионаты үздік голы әзірше мен үшін. Кабральдың голы, және оның тойлауы вообще. Топтық турнирде де осы Кабо Верде үздік гол соққан еді. Иә, топтық кезде. Линии соқты ол кезде. Уругвайға. Қалайсыз жүргізіңіз ғой осы матчта? Ұлттық арнада Жақып Марғұлан комментатор болды. Матчтан алған әсер қандай кез? Әсер тамаша. Жалпы енді осы Кабо Верденің бір таң қалдырғаны, олар есеп тең кезінде басқа командалар секілді жатып алған жоқ. 6 қорғаушы, 5 қорғаушы. Керісінше олардың қорғаған кездің өзінде 4-3-пен қорғанып жүрді. Мен таң қалып, қалай Кабо Верде дебютант
Аргентинаға қарсы есеп 1-1 болып тұрса 4-3-пен ойнайды. Не деген ол мінез жігер дедім да, қайдан тапқан ондай мынандай рухты деген сияқты. Расымен таң қалдым. Жалпы ойын барысында тіпті Кабо Верде шығып кетуі мүмкін дегенде миға ойлар келе бастады. Өйткені олардың қорғануы, шабуылға шығуы, аргентиналықтардың ызаланып жүрген кәдімгідей осындай нәтижені күтпегені, бапкердің өзі тыпыршып жүр алаң жігінде, не істерім, не болып кетті мынау деп. Колони кәдімгідей бір бала шақты болып қалды, түрі аяқ бүйтіп бір нұсқау беріп те жатқан жоқ, құрып отыр. Аң-таң болып не болып қайта көзден жас ағып. Месси, пожалуйста деп. Пожалуйста, бір сесші. Жоқ, Бексұлтан мысалы қараш, Аргентинаның ойынына келетін болсақ, басында мынау водопойға дейін, бірінші шөлбасарға дейін ойладым, бір расслабонда жүр енді Аргентина, Кабо Верде не ол 8-ден 1 бар, әлі ширек финал бар деп. Жаттығу деп кішкене ойнай тұрайық рахаттанып деп. Одан кейін Месси гол соғып тастады да, 1-0. Тіпті болды ғой, одан кейін Кабо Верде ойнап кетті. Кәдімгідей неге сонда Аргентина алда тұрса басқаша ойнайды, тең нәтиже тұрса мүлдем басқаша ойнайды. Бұл оның плюсы ма әлде керісінше минусы? Әрине, кез келген таблоға қарап ойнайтын команда ол үлкен жалпы дұрыс емес жолда деп айта аламын. Өйткені 1-0 деген ешқана сусымалы есеп, оны қазір Кабо Верде дәлелдеп отыр. Көп команда соған жатып алған. Яғни Аргентинаны біз білеміз, қорғаныста да мықты ойнайды дейміз, дегенмен андай Дуартенің голындай бір кез келген соққы болса, а жақта енді жазалап жіберуі мүмкін. Бірінші голдан кейін болды, ойынды тоғартты Аргентина. Толықтай ойынды бере салды, допты да жалпы Кабо Вердеге бере салып, өздері шабуылда еш нәрсе ұйымдастырған жоқ. Тек сол 1-1 нәтижесінен кейін ғана әйтеуір бір шабуылдарды ұйымдастырып, қауіпті Мессидің соққылары болды деген сияқты. Қайттан мысалы екінші гол соғады, қайтадан Аргентина алды. Қайттан сол, қайтадан, былай қарап тұрсаң, әлі 20 минут уақыты бар ойына, жақта әлі Кабо Вердеден бірнеше шабуыл болатынын күтесің да, дегенмен Аргентина ұлттық құрамасы мүмкін ондай тактиканың бір плюсы күш үнемдеу, яғни қорғаныста жүрсең, прессинг көп жасамасаң, қатты шабуылдамасаң. Сөйтіп ойладым мен, 45-ші минутта сөйтіп ойладым, 60-ші минутта сөйтіп, 70-ші что-то уже 90 минут бітіп жатыр. Одан кейін күш үнемдеу емес қой, сен 30 минут тағы да қосымша ойын ойнады ғой. Аргентина негізі осы әлем чемпионатындағы бір ең үздік ойындарын, ең үздік командалар қатарында емес. Мысалы Испания, Франция, оны айтып жатырмыз ғой. Мүмкін сол әлі бүйтіп әлем чемпионатына асықпай бүйтіп оталатындай бүйтіп көрініп тұр негізі. Әлі де 100% мүмкіндігінде мүлде жақын емес. Қазіргі матчына қарайтын болсақ, бір нәрсе 8-ден 1-де Мысыр ғой, тағы да көрмей қалуымыз мүмкін мысалы. Ширек финалда бір сынаватын сияқты. Ойша олар жартылай финалда жүрген сияқты ма деп қоямыз. Сол қате, ар жақта ширек финалда Колумбия ма біреуге түсеміз. Ол жақта енді үнемі ойнап жүргеннен кейін біз фаворитпіз деп, тек сол жартылай финалды ғана күтіп жүрген сияқты. Англия ма біреу. Дуартенің голы мысалы, кәдімгідей қорғанысты базар қылып тастады ғой, масқара қылып тастады ғой. Екі аяғын ортасынан өткізіп тұрып, ана жақта пас беріп, сөйтіп екінші голға тоқталып кетсем мысалы. Екінші гол вообще керемет. Себебі ана жақта соққыны жалпы андай күтпеген сияқты ешкім. Жоқ, матчтағы екінші гол сол Дуартенің. Аяқ ортасынан күткен. Соны айтып тұрмын ғой. Жоқ, жалпы ешкім андай күтпеген сияқты, барлығы шамамен андай Кабо Верде енді андай көтере береді, сондай біресе күтті да, особо ана ударды ешкім жапқан жоқ та. И енді Дуарте енді жаңа жеп кәдімгі тиді. Жалпы ана Дуартеға бір 10 соққы берсең, соның 9-ын соға алмайды ғой. Сол шамамен бір соққысын кірді. Жалпы маған Кабо Верде ұнады, батылдығы. Жалпы осы әлем чемпионатында, әрбір әлем чемпионатында осындай бір команда болады ғой. Бәрі есте сақтайтын. Коста-Рика ғой. Келесі әлем чемпионатында мысалы Кабо Вердені біз айтамыз. Осы 4 жыл бұрын Кабо Верде бар еді ғой деп осындай. Вот енді Кабо Верде сол кем дегенде келесі әлем чемпионатына дейін осы біз есте жүреді. Жалпы керемет Коста-Рика, Кабо Верде. Бізді Қазақстан қазақ елі деп ауыстыру керек. Бұйырса. Екі құрама кетінде қорқу ойнай ма? Just Кабо Верде әлі жеңілген жоқ основное время. 4 ойын, 4-еуі де тең нәтиже. Жалпы керемет. Испания, Уругвай, Сауд Арабиясы, жоқ, қатты айтып қойдым. Сауд Арабиясы. Сосын Аргентина мысалы. Негізгі уақытты тең аяқтап отыр. Лионель Месси есеп ашты. Жоқ, анау Аргентинаны айтып отырмыз ғой, бүйтіп жайбарақат ойнады деп. Ойладым бір бүкіл команда Месси сияқты ойнап жатыр ма деп ше. Кейін керек кезінде пух қоса салады, керек кезінде пух қоса салады деп. Қосты енді базар жоқ, бірақ Кабо Вердемен ойнатып қойды да. Месси гол соқты, енді 23-ші минутқа дейін сол жаңағы ешқандай нәтиже болған жоқ қой Аргентинада.
сол үзіліс жақсы көмектесті Аргентина ұлттық құрамасына, бір-екі наработкалар болды. Сосын мысалы Мессидің бірінші голы бар ғой, бүйтіп Мартинестің сол өз шамамен өз жартыларына бүйтіп пас берді, өте алысқа ұшқан пас, сөйтіп Мессидің тура аяғына жетті де Месси гол соқты. Сол голды көріп алды да аргентиналықтар қайта сол алда жүрген Лаутаро Мартинес пен Лионель Мессиге сонда әуелете пас бере берді, енді бір рет кіргеннен кейін тағы да кіреді деп сөйтіп сол тактикада бір ұзап тұрып қалған сияқты. Кейін барып Аргентинаның тағы бір енді минус шығар енді барлық шабуыл Мессидің қатысуымен болу керек деген бір қағида бар сияқты оларда. Міне бүйтіп соққы жасайтын позицияға келіп тұр да ойыншы, дегенмен бір Мессиге бір пас беріп әйтеуір Мессиді бір ойнатып жіберу керек. Басында сол Алжирге қарсы матчта бұны плюс деп айттық біз 3-0 жеңген кезде. Ол енді Шили көп болып кетсе де, шамадан тыс Мессиді іздей берсең де негізі дұрыс емес деп ойлаймын. Месси енді шаршады, 120 минут ойнады, физикалық тұрғыда біраз күш жұмсады, әсіресе сол матчтың соңына қарай Мессиді іске қостырып бір максимум алып жатыр да физикалық тұрғыда Мессидан. Марғұлан, осы жерде Мессидің рекордтарын бір айтып кетсек. Месси әлем чемпионатында 20 гол соққан алғашқы футболшы, 30 матчқа қатысқан алғашқы футболшы. Содан кейін екі түрлі әлем чемпионатында 7 голдан соққан алғашқы футболшы. Осының алдында 2022 жылы әлем чемпионатында 7 гол соқты ол. Сосын плей-оффтың барлығында гол соққан. Сонда қатарынан 8-ші ойында голы. Былтырғы әлем чемпионатының бүкіл плей-офф бар, биыл топтық турнир бар, және міне 4-ші матч тағы да Месси гол соғып жатыр. Бүкіл кезең болды ғой. 2010 жылғы әлем чемпионаты есімізде ғой, бәріміз көргенбіз. Сол кезде Месси гол соқпаған айтып отырмын да. Сол кезде соққанда капитан болып барған кезде Марадона алып барды ол кезде Аргентинаны. Марадона бас бапкер болып барды. Иә, ол кезде енді білмеймін, тур ояқта Аргентина дейтін тек қана андай жұлдыздардың наборы болды бұл. Команда болған жоқ. Бапкер де болған жоқ, ойыншылар қазір по-своему, Тевес бір бөлек, Месси бір бөлек, анақта барлығы бір бөлек жүрді. 4-0 Германиядан ұшты. Месси осы матчта және нәтижелі пас бойынша да рекорд бұзуы мүмкін еді. Негізі 8 нәтижелі пас, бірінші орында Марадона екеуі тұр ғой, жалғыз өзі. Ромероның голы емес, автогол болып есептелді. Автогол болып кетті, Боргешке жазып. Ромероның басы тимей қалған сияқты ол кезде шамамен. Жоқ, тиді, тигеннен кейін ана қолына тиді. Просто негізі андай да, қызық. Негізі Ромероның соққысы негізі қақпа жаққа қарай негізі бағытталды ғой. Негізі ол шамамен негізі тек қана жай ғана рикошет болды да, ол андай траектория ешқандай өзгертілген жоқ. Қолға тиді ғой, қолға тиіп барып кірді. Демек бұл тағы да сол Марадонаның қолмен соққан голын еске түсіреді ғой шамамен. Қалай қылды? Марадонаның қолмен соққан шешуші жеңіс голы. Сөйтіп 111 минутта, 111 секундта Боргеш автогол автор атанды, 3-2 болды. Оған дейін Мартинес 92 минут, экстра тайм бастап кетті. Бізден комментаторларға қосымша экстра тайм үшін ақша төлемейді ғой. И бір басқа телеарна әлем чемпионаты емес кезінде Испания кубогының 32-ден бірінші финалында бір комментатор жүргізіп атты да. Сөйтіп 90 плюс минут өтті, экстра тайм басталды, 91 минутта соғады вообще. Жаңадан бері не істеп отырсың? Тағы жарты сағатқа жұмысқа. Бірақ сен экстра тайм болғанына қуандың ба Әлімжан? Мен өте қатты қуандым, шыны керек, себебі осындай матчты көп жүргізгім келеді мысалы. Жалпы серияға екеуіңдеріңді мақтап қойсақ та болады. Керемет репортаж, негізі матчта зор жүргіздіңіздер. Тефи береге. Сергей маған Тұмар. Екеуін бөлек қой. Матчта мықты болды. Екі маэстро. Комментаторларды шын мәнінде және Сергей мақтауға тұра алған. Мен көп мақтай бермеймін, білесіздер арасында мақтап қоямын, өйстіп арасында шабыт беріп жастарға. Жалпы енді жалпы демей. Әсіресе мысалы Марғұлан сізде жақсы жүргізген шығарсыз. Жақпен ренжімесең, енді Қазақстан ұлттық құрамасын көрген жоқ. Қазақстан ұлттық арнасын көрген жоқпын, өкінішке қарай енді. Бірақ кеше Хорватияны көрдік. Португалия Хорватияны көрдік, соны көрдік. Ернұр Дүйсенғазы жүргізді. Жақыпты мен білемін ғой. Шәкіртім деп айтайын десем. Бұл плей-офф жігіттер, бұл плей-оффта енді шыны керек бұлай болады деп күтпедім 16-дан бір финалды.
масқара енді. мына ойынды қорытылайық иә. Мартинес, одан кейін Кабрал үздік гол соқты дедік. Сосын Боргеш пенальти сериясына бармады. Пенальти сериясына барса екен дегендер болды ма арамызда? Менде. Шамасы Вазини мына жақта кім? Эмилиано Мартинес сұмдық Мен соны айтып тұрмын да, иә. сол ғой. Сұмдық сейф болды, соңғы жағында я Бенчимолдың соққысы болды, оған дейін жаңа Кабралдың қайтадан айып соққысынан ұрған соққысы болды. Екеуі жалпы 3-2-ден кейін де Аргентина топ құраммен жалпы қорғанысқа Вообще Кабрал чуть победу не забрал. Кабрал сәл қалды. Сергей аға. Украл деді ол. Иә, украл деді. Соны Сергей аға Кабрал чуть победу не украл деді да, соны Сергей аға забрал деді. Егер айтпадым. Орысшада ұйқастыра береміз ғой. Бір сәтте Мартинес жалпы шабуылшының аяғы жетпей қалды. Сол Бенчимолдың аяғы жетпей қалды. Айтпақшы Мессидің шекесі Кабо Вердінің футболшысының аяғына тиді ғой, щитогына. Ісіп кетіпті бүйтіп матчтан кейін. Иә, ол матч кезінде байқалмады бірақ. Иә, матчтан кейін Месси бірден айып добы депті. Вазиния жақындап кәдімгідей респект көрсетті негізі. Футболкасы шешті ғой Месси, мен бүйтіп адам іздеп қалды, ойладым сол Кабо Вердінің бір ойыншысына беріп кеткісі келді ма деп. Таппай қалды просто ерте. Кабо Верде қалды ғой кейін. Қазір Вазинияның жаңағы подписчиктер Куртуадан асып кетіпті. Куртуа қоя берші, Аргентина ұлттық құрамасынан асып кеткен. Соны айтамын. 8 жасады ғой Вазиния легенда. Негізі былай еске түсіретін болсақ, Аргентинаның барлық негізі моменттері айып соққысынан болды. Мессидің әрбір айып соққысы негізі қандай қауіпті болды негізі. Жоқ, Мессиде еще айып соққылар зор жинады ғой негізі. Иә, өзі жинады, өзі жинады бәрінде. Мессидің мен осынау бірінші голындағы енді атап өтетін болсақ, жылдамдығын атап өткім келіп тұр. Месси әлі де шапшаңдығын жоғалтпаған. Сосын сол аяғы қалай, иә? Сол аяғы енді сұмдық. Бір сәтте бірге бір шығып оңайықпен теуіп гол соға алмай қалды енді өзі Вазиния алып шықты, бірақ гол соғатындай ақ сәт еді. Матчтың нүктесін қойып. Дегенмен мынау Мессидің жылдамдығы әлі де 39 жасын тойлап отыр ғой, 39-ға келсе де әлі мықты екен. Сосын Лисандро Мартинес гол және пас. Лисандро Мартинес үздік ойыншыны Мартинес алды ма? Жоқ, Месси алды ма? Месси алады. Бірақ енді гол плюс пас. Месси бар кезде екі гол бұрыштамадан соғылды. Иә. Стандартта Аргентинаға көмектесті. Әйтпесе ол қиын жағдайда еді. Жоқ, ол мақұл бұрыштамадан соғылды ғой, бірақ неден айып соққысынан соға алмады да. Всегда Аргентинада бір плюс бір гол бар сияқты көрінетін еді айып соққысынан. Енді айып тобынан гол соғу өте қиын. Былай қарап тұрсаң. Просто Месси болған кезде как будто оңай. Ойыншылар 50 соққыда бір ғана гол соғады негізі айып тобын тармақшы. Былай қарап тұрсаң. Зато андай бір гол соғып кетсең, молодец деп жүр. Месси деген енді сол айып тобы соққыларынан әлемде екінші орын ғой, біріншісі Жуниньо, Пернабыкану. Жуниньо болып тұр. Не бойынша есептеп отырсың? Айып тобы саны бойынша. Жоқ, эффективность. Эффективность пайызы бойынша Жуниньо. Гол саны бойынша да. И гол саны бойынша да. Жуниньо алда болып тұр, екінші орында. Оңай емес, енді айып тобы қаншама сәттер болды. Дегенмен Мессиге жалпы бабында екен ағам. Енді келесі ойын Салахқа қарсы. Келесі ойын тағы да бір гол соғады ау дейді. Жалпы жолы жеңіл ғой негізі Аргентинаның, Кабо Верде, одан кейін Египет салыстырмалы түрде, бірақ оны біз андай арам пиғылды айтпауымыз керек. Өздері бірінші орын алды. Жоқ, Португалия, анаяқта Португалия бірінші орын алса, Португалиямен ойнайды. Айттық қой, таза арсыз болып тұр ғой. Өзінікі ғой. Мына жерде мақұл Аргентинаны біз әлі айтамыз жігіттер. 8-ден бірінші финал, шамасы ширек финалда да айтамыз. Кабо Вердеге бір респект, соққы және голдың атынан. Міне лайк, құрмет көрермен, Кабо Верденің ойынын ұнаса міндетті түрде осы видеомызға лайк басып кетіңіздер де, Кабо Верденің арқасында лайк жиналасын. Жоқ, шынымен де біз көрейік қанша лайк жиналатынын. 500 мың халқы бар, бір тараз ғой, бір тараз келді. Тараз бен Кабо Верде не біріктіреді? Не біріктіреді? Таланттар көп, футбол таланттары, 500 мың халық бар. Бәрі осы стадионға келіп ойын тамашалаған сияқты, бір өзі бір 20-30 жанкүйерді қайта-қайта көрсете берді. Бәрі әдемі, бәрі керемет, бәрі футбол тойын сезініп кетті. Кабо Вердеге респект, бұл ойында бірақ Аргентина жеңіске жетті де келесі кезеңге өтті. Соған бір ұқсайтын нервке толы ойын Португалия ұлттық құрамасының Хорватияға қарсы кездесуін айтамыз. Перишич 53-ші минутта есеп ашты. Одан кейін Роналду гол соқты, офсайд деп есепке алынбады. Бірақ пенальтиді кейін Рон сәтті орындады. Сосын Хорватияның гол есепке алынбады. Гонсало Рамош 90+4-те гол соқты, кейін 90+13. Бірден басты маңызды сұрақтан бастап кетейінші. Әлеке, 90+13-ші минутта неге гол есепке алынбады? Мен білем, бірақ жауабын деймін. Себебі жаңа технология, жаңа доп. Дұрыс деймін. Кәдімгідей зарядталатын доп қой, қазір уже не болып кетті, девайс болып кетті ғой. Сол себептен енді қазір барлығы ойыншының тиген-тимеген барлығы есептеледі. Ана жерде енді
доптағы датчик ойыншының тигенін көрсетті. Ол ойыншыдан кейін ар жағында өзінің ойыншысы офсайдта тұрды. Ар жағында көбісі айтып жатыр, Вейгаға тиді ғой. Мен айтып жатырмын мысалы. Сен айтып жатырсың, Вейгаға тиіп жатыр. Вейгаға ол тигені, ол жай ғана рикошет. Вейганың ешқандай андай акцентированный пас болған жоқ уже. Былай емес та басы, ол тек басына тек былай түртіп бүйтіп кетіп қалды, ар жағында офсайд. Егер ол целенаправленно былай басымен артқа қарай пас беретін болған кезде, сол кезде офсайд саналмайтын еді. Бұл жерде тек қана рикошет болып саналады, сол себептен бұл жерде офсайд. Жоқ, бұл жерде сондай заманауи доптың бұл іске араласып тұрғаны, доп тимегенде мысалы, Хорватияның футболшысына тимегенде, пас берген жерінен қарайтын едік та, ол жерде офсайд емес Ол екен. жерде Матановичтің басына тиіп кетті. Жалпы енді андай ешқандай дау жоқ негізі. Дау менде тек қана пенальти бойынша. Себебі енді мындай өте жеңіл, мындай жалпы күрес, ана жерде фол болған күрес, әр ойында кем дегенде бір 2-3 рет болады. 2-3 рет пенальти. Қалай пенальти көрдім мен бұндай сәтте? Менде мына жерде сұрақ андай неді? Негіз болды ма пенальти қоятын? Я болды. Бірақ менде андай керек та. Дух игры емес. Жоқ, дәл осы әлем чемпионатында. Егер былай да төрешілер тарапынан былай анда последовательность болу керек. Егер мына жерде пенальти болса, онда қалған матчтардың бәрінде осындай пенальти қою керек. FIFA-дан негізі рекомендация болған әлем чемпионатында төрешілерге. Пенальтиді халям-балямға бере бермейміз. Мынау халям-балям негізі пенальтиге нақты пенальти сәттерінде ғана пенальти қоямыз деген жалпы ақыл кеңес бар екен. Жоқ, просто Вейгада 100% соққы жасайтын мүмкіндік болды. Ол тартқаннан кейін бар болып доп Вейгаға келе жатты. Ол упор қақпаға ұратын еді. Ол гол болуы мүмкін еді. Просто күрес болды. Негізі күрес болды. Арқасынан ұстап қалды ғой. Жоқ, күрес егер екеуі бір-біріне қатырып тұрса. Тура ту сыртынан келіп жейдеден тартқаннан кейін ол просто негізі пенальтиға менде мүлде сұрақ жоқ менде. Менде былай, негізі менде андай да сен асын ашып отырсың? Білдірмейсің. Білдірмейін ба? Болды пенальтині. Жоқ, мына жерде просто андай да. Хорватия үшін өте өкінішті, себебі сол пенальтиге дейін өте керемет ойнады олар. Жалпы қорғаныс шебінде кәдімгідей өзінің сол 4 жыл бұрын, одан кейін 8 жыл бұрын кәдімгідей андай автобус ойынын әдемі көрсетіп жатты. Мына жерде енді бір болмайтын жерде бір пенальти алып келді. Енді пенальтиден кейін бірақ пенальти соға алмайтын да бар футболшылар мысалы. Бірақ Роналду емес. Роналду бірақ соқты. 11-ші гол ғой әлем чемпионатында. Плей-оффтағы алғашқы гол. Плей-оффтағы алғашқы гол Хорватияның қақпасына пенальти. Бірінші рет Роберто Мартинес молодец, Роналдуны алып тастады. Ойын соңына таман 81-ші минутта Роналду өзі де былай. Біз ойлағандай болды ау дейміз, ол топтық турнирге кішкене келісім бар. Бірақ өзі шок болып қалды, андай реакциясынан көрінді, андай бүйтіп ауыстыратын номерді көрсеткен кезде өзі түсінбей қалды былай, андай былай әшейінде былай ғой, ана капитанский несін шешіп, белбеуін шешіп, біреуге дайындап, кімге беретінін біледі. Так, 17 емес па? Жоқ, бүйтіп кәдімгідей қарады, сосын былай асықпа шешті, өтіп. Өзі де түсінген сияқты. Бірақ ойнағысы келді, көрініп тұрды андай. Өйткені Хорватия бірінші болып гол соқты. Ар жақта Мартинес тұрып барлық ауысымдарды шабуылға қарай жасады, яғни қорғаушылардың орнына көбіне шабуылшылар шықты, Рамуш алаңға шықты деген сияқты. Сосын шабуылшылар көп болып кетті ар жақта, алда ойнайтын ойыншылар, сөйтіп ортаға кәдімгі баланс беретін жігіт керек болды. Сөйтіп бұл енді таза тактика бойынша. Тактика дегенде ана жерде енді ол кішігірім қорықты, себебі ана жерде енді прессингке баратын адам керек болды ғой. Роналду енді түсінікті ғой, енді прессингте 10 адаммен ойнап жүр қорғаныста. Сол себептен ана жерде уже риск. Роналдудың өзі де былай мен нашар ойнап жатқаннан емес, тактика тұрды керек болып тұр деген сияқты. Бірақ Роналду нашар ойнады деп айта алмаймын, себебі андай рывоктары, жалпы гол соққаннан, офсайдтан гол соққан кезде негізі кішігірім офсайд ана жерде. Бірақ не үшін Роналду бұрын енді көбінесе замыкать етіп, өмірі соңғы қорғаушымен ойнады ғой. Қазір өзінше төменге түсіп, пас алмасып, бір өзінің позициясында ойнап жатқан жоқ сияқты. Жоқ, бір сенімсіз сияқты көрінеді. Доп ортаға беріп тұрды, мына жақта кеңістіктер бар. Ол алға кетудің орнына керісінше артқа қарай пас береді. Жиі артқа қарай кете береді. Ол білмеймін, шабуыл етіндегі бір орталықтың әлсіздігін көрсетті да. Командада жиі төмен. 100% сосын Роналду деген атмосфера жоқ қой, сол да әсер ететін шығар, андай әр ойында дәлелдегісі келіп тұрады да. Мысалы, нашар ойнаса да, жақсы ойнаса да, бұл Роналду ғой дейтін әріптестер болмай тұр. Шыны керек, Роналдудың бұл матчтағы ойыны маған ұнамады. Былай қарап, командаға пайдасы аз болды, өте аз болды деп ойлаймын. Келісе алмайды оны әлі. Мен келісе алмаймын. Себебі, мысалы, Витинья дейтін ойыншылар. Керісінше бір андай төменге түсіп ойнаған жараспайтын сияқты Роналдуға. Роналду баспен былай бейт
сен просто Аль Насрда ойынын көрген жоқсың. Аль Насрда ол анда допты андай көрдім деп өшірші. Көрдім көп деп. ұстағысы бір келеді. матчын көрген жоқпын. Жоқ, көп ұстағысы келеді Иә, оған доп көп ұстауын қажет жоқ қой. Ол Холланд сияқты басын тық замыкать етіп енді тық тура салу керек қой. өзінің андай желаниесі, мен де ойламаймын анда Роберто Мартинестің ол бір андай бүйтіп сен ойлап тапқан нәрсесі ол Роналдудың өзінің көбірек ойнағысы, көбірек доп ұстағысы келеді. көп ұстағысы келеді, көп не істегісі өзіне андай андай ойын шешкісі келеді деген сияқты. Бірақ қандай негізі Роналду нашар ойнады деп айта алмаймын. Кейбір сәттерде Роналдуға емес, Нетуға бір рет навес кетті да. Сол кезде таңғалдым, Роналду қаяқта не істеп жүр деген сияқты. Хорватияны өтті. Лука Модричке кішкене енді жүрегіміз ауырды. Көкеміз Роналду екеуі кәдімгідей бауыр ғой, енді бір-бірін қимай қоштасты, бірақ Модрич осылай әлем чемпионатындағы жолын тәмамдап жатыр. Жалпы футболда деуге болады, себебі ұлттық құрама жалпы футболда, себебі қазір ойланып жатыр, енді Миланмен келісімшарт бітті. Бір жыл енді ұсынып жатыр, бірақ Модричтің өзі қазір енді ойланып жатыр. Негізі жалпы футболдағы соңғы ойыны болып кетуі мүмкін Модричтің. Аңыз футболшы Лука Модрич, алтын доп иегері. Алтын доп иегері, шынымен де Роналду, Месси, Лука Модрич дегендер. Португалияның ойын туралы не дейміз? Португалия ойын туралы білмеймін, Испанияға қарсы білмеймін. Жоқ, Испанияға қарсы білмейміз дейміз да, бірақ ұлттар лигасындағы финал мысалы. Испания сол кезде де фаворит болып көрінді ғой. Португалия бір ойында алып қоятын несі бар, күші бар. Ол кезде Португалияның ойын жақсырақ еді, неге екенін білмеймін, бірақ кәдімгідей командалық тұрғыда ойыны жүріп тұрды. Испанияға қарсы да лайық түрде жеңіске жетті деп ойлаймын пенальти сериясынан ше. Бұл әлем чемпионатында Португалияның жалпы бәрі нәтиже дейміз ғой, бәрібір де 2-1 жеңіп жатқан шығар дегенмен ойын тұрғысында жоқ, жалпы өте төмен деңгейде. Жоқ, орта жоқ, бұрынғыдай емес. Жиі өздерімен бір-бірімен пас алмасып көп жүреді. Тура алдындағы ойындар сияқты ғой. Жылдам шабуыл ұйымдастырды, ортада адам жоқ. Роналду өйткені төмен түсіп кете береді қайта-қайта. Ортаға пас беріп ары қарай жылдам пастармен шыққысы келсе, ол жерде мүмкіндігі жоқ, қайта-қайта түседі. Содан жаңағы ауысымнан кейін керісінше Португалияның шабуылдағы белсенділігі арта түсті. Леау қосылды, бұна жақтан жылдам ойнайды, Консейсао мына жақтан келіп жатыр. Сондықтан ортадан жаңағы Рамош өзі де қанша дегенмен бекерден бекер 74 миллионға сатып алып жатқан жоқ қой. Ол да өзінің көрсетті. Соның арқасында шабуыл кішкене жандана түсті. Роналдуға сол үшін қайта-қайта төмен түспей ортада жүру керек. Оған пас береді. Айыбалаң ішінде мысалы пенальти тепкен кезде ғана айыбалаң ішінде допқа жарасқан бір-ақ рет. Офсайд есептемеген кезде, ана гол соққан кезде. Сондықтан Роналду өзінің кәдімгі форвард екенін көрсету керек қой. Оған төмен түсіп керек емес, ол төмен түсіп істейтін жұмыстарын жетеді. Витиня бар, Жоау Невиш бар, Бруно бар, олар өздері әкеп береді допты. Сол үшін Роналдуға ортада жүру керек, доп келе ма, тебу керек, гол соғу керек, бітті. Сосын проблема мынада ғой, Витиня, Бруно Фернандеш, Жоау Невиштің үшеуінің өз деңгейінде ойнамай жүрген. Суретте ғана қорқынышты. Иә, тек суретте ғана қорқынышты, себебі Жоау Невиш мүлде бір матчқа жалпы шыққан жоқ. Мына жақта Витиня мен Бруно Фернандеш жалпы 60-шы минутта алып тастады екеуін. Жалпы андай Витиня мен Бруно Фернандешті Манчестер Юнайтед немесе ПСЖ-да ауыстырған мен, вообще көрмейсің ғой. Тем более мына жақта анда нәтиже керек кезде алып тастады екеуінде. Оған қоса мына Португалия ұлттық құрамасы міне Хорватиядан өтті ғой. Ойыны түзелер дейміз, жақсарар, құрамы мықты дейміз, бірақ қарсыласы Испания болып тұр да. Ал Испанияда ойын түзелер деген әңгіме жоқ болды, мінсіз болып тұр ойынына. Австрия енді әлсіз қарсылас шығар, бір көрсеткіш емес шығар, бірақ ойынның жігіттері қараңдаршы, мін бар ма Испания ойынында? Жоқ. Мін жоқ. Идеал кәдімгідей шыға жоқ енді. Испания ұлттық құрамасы. Мен ойлаймын, хотя бы Баена бір проблема болады шығар деймін. Ника Уильямс шықты енді. Ника Уильямс бар енді, бірақ ондай жарақат келесі алда шығуы мүмкін ғой, бірақ деңгейі бәрібір Баенадан қалып кеткен сияқты қазір. Баена мен жалпы Кукуреллин екеуінің связкасы, қапталдағы екеуі бір-бірін түсінуі жалпы андай бөлек деңгейде. Баенаның жалпы шығып жүрген бір принципі сол Кукурелли екеуінде арасында химия. Ол мына жақта Баенаның жеке шеберлігі емес, ешқандай екеуінің жалпы химиясы. Ойерсабальмен екеуінің химиясы, Кукуреллимен ол жалпы Делла Фуэнтеге бәрібір сияқты андай жеке скилл дейтін затты. Оған андай ойыншылардың ара бір-бірін түсінуі дейтін жақты. Түрде химикке ұқсайды өзі. Профессор. Say my name. Жоқ, шынымен де Испания 3-0 есебімен Австрияны жеңді. Енді Австрия мықты қарсылық таныта алмады, бірақ Ральф Рангник те ол да профессор, негізі құр жүрген адам емес қой. Бірақ сол Австрияны кәдімгідей жұтып қоя салды. Ешнәрсе істеген жоқ Австрия. Испания ұлттық құрамасы Барселонада максималкалық қой. Ешқандай бір проблемасы жоқ. Мінсіз команда. Барсада мысалы қорғаныс істейтін едік, иә? Мына жақта Кубарси, Лапорт, Кукурелли, Порро.
шабуылшы бар, мысалы орталық шабуылшы Микель Ойярсабаль. Гол соғатын шабуылшы. Иә, өте мықты ойыншы. Гол соғатын Гол соғатын орталық шабуылшы. дубль жасайды. Керемет. Мен Испания ұлттық құрамасы әлем чемпионы болады деп негізі 2024 жылы Евроны жеңген кезде айтқан едім. Мен әлі де сол ойымда қала берем. Испания мен ойымша осы әлем чемпионатындағы ең үздік футболды көрсетіп жатқан құрама деп ойлаймын. Родри, Педри, Дани Ольмо деген жартылай қорғаныс, анау Португалиядағы Витинья, Жоу Невиш, Бруно Фернандештен мен ойымша мықты. Жоқ, жеке-жекеше. Үштікке салыстырсақ, ойын бойынша мен мінсіз енді. Жоқ, мына жердегі не ғой? Не бойынша жалпы Байланыс. система. Иә. Қандай әдемі пастар ар жақта. Мысалы, Ямалдың дриблингі әдемі, финттер әдемі дейміз ғой. Бірақ пастың әдемілігі деген сонша. Вертикалды пастарының өзі әрқайсысы өтеді. Мысалы, Ойярсабальға, Дани Ольмоға өте андай үзіліп кететіндей тонкий пастар да жақта. Күтпейсің ондай пасты. Қалай? Иә, мысалы, басқа қарапайым командаларда қалай? Жай ғана ортада пас алмас, қапталға береді, қапталдан қайтып ортаға, ортадан қапталға, сөйтіп әйтеуір бір жұп навес жасасады соңында. Ал Испаниядан сен қалай андай бір тесіктер тауып алады деймін де, бос бір андай 40 аяқтың арасына бүйтіп арасынан пастарды өткізген кезде таң қаласың, мәссаған бұлай да футбол ойнауға болады екен ғой деп. Енді нағыз өнер Испания ұлттық құрамасы біраз мақтауға тұра алды деп ойлаймын. Марк Кукуреле ше? Кукуреле. Реалға ауысып кетті көкеміз, бірақ Кукуреле деген менің жүрегімде қалатын футболшы, молодесі. Екі нәтижелі пас шығарып берді Ойярсабальға. Ламин Ямал туралы да айту керек деп ойлаймын. Ламин Ямалдың бұл ойында өте қатты гол соққысы келді. Қарсыластың аяғының ортасынан үш рет топты. Үш рет өткізді, бірақ әрі қарай өте алмай қалды. Әрі қарай шабуыл ойнағаннан кейін деп үстінен жатып күлесін де кете бересің. Ой, әрі қарай шабуыл жалғады. 4 рет қақпаға тура соққы жасады. 4 рет. Негізі кейбір командалар бір матчта 4 рет соққы жасады қақпаға негізі. Ламин Ямал 2 рет енді 100% мүмкіндігі болды. 1 рет Шлагер қайтарса, екіншісінде Алаба бос қақпаға кетіп бара жатқан допты қайтарды. Португалияға қарсы Ямалды мен аса күтіп отырмын. Өйткені мынау кездесуде гол соққан жоқ, біраз айтатын сөз қалып қалды. Сол барлық сөздерді Португалияға енді былшылдатады. Үлкен матчта бірақ Ямал жоғалып кетуі мүмкін. Қайықтағы ғой, нағыз үлкен матчтың мүмкін деп отырмын. Мүмкін емес. Өмір андай матчтардың алдында, Францияға қарсы матчтың алдында, мысалы сол ұлттар лигасында. Ұлттар лигасында қандай ауыр сөздер айтты. Еврода гол соқты мысалы. Нуно Мендешке қарсы. Бар да онда мүмкін. Португалияға қарсы ғана сәл жеңіп қалған шығар. Сол Нуно Мендешке қарсы деп тұрмын ғой. Бірақ мен ойымша Екі мысал айтып тастады ғой. Қай мысал екіншісі? Біреу Франция, біреу Португалия. Жоқ, Францияны жеңді ғой. Қашан жеңілді? Именно Ламин Ямалды айтып отырық қой. Франция қашан жеңілді? Ламин Ямалдың ойыны ше? Мықты болды қанша Еврода керемет гол соқты. Сосын Испания, жоқ, Барселонаның ойында екен. Барса ПСЖ деген сияқты айтқан жарсың сен мүмкін. Сол Нуно Мендешке қарсы, именно сол Нуно Мендешке қарсы қиын болып тұр ғой. Нуно Мендеш. Нуно Мендешпен негізі екеуін тегедіресі негізі ең қызық болатын тегедіресі. Дуэль мықты болады. Мықты, мен Нуно Мендештің ойындаймын. Педри, Витиньялардың тегедіресі, кімдердің Жонеш пен Родри деген сияқты ойыншылардың жалпы керемет бар. Бруно Фернандеш пен Ольмоның деген. Жалпы керемет матч ең жалпы әлем чемпионаты басталғаннан бері алғашқы топ матч па? Жалпы. Испанияның ба? Супер топ матч. Супер топ матч. Тир 1 матч. Тир 1 матч. Иә, андай бұған дейін. Бразилия Норвегия да осы 8-1-де қызық топ матч. Жоқ, осы қазір 1-де 16-та енді топ матч болған жоқ қой. Мынандай. Португалия Хорватия. Супер топ матч. Супер топ матч десек. Енді болжам. Португалия, Испания. Нақты болжам. Испания. Мен Португалия қалай жалпы қандай ресурс арқылы өте алатынын түсінбей тұрмын мен. Бір андай доп-домалақ деген ресурспен айтылады. Доп-домалақ деген ресурс бар, болды. Сосын бір андай Испанияда түкті кірмейді, андай бәрі. Жаңағыдай қызыл қағаз алып қалып, бір теңге болмаса, Португалия ұлттар лигасында жеңді деп отырсың ғой. 2-2 пенальти сериясы. Иә, пенальти сериясымен алды. Марата гол соғылған жоқ ол жерде. Бірақ былтырғы осы финалдағы ұлттар лигасындағы Португалия мен қазіргі Португалия айырмашылығы өте орасан деп ойлаймын, ойын бойынша. По логике Испания әрине айтып отырмыз ғой, мінсіз деп. Бірақ бұны біз бекерден бекер супер топ матч демейміз, себебі бұл мысалы Испания Австрия емес, бұл Испания Португалия деген сияқты. Шах Марғұлан, сізде қандай болжам? Португалия. Мінекей.
білмеймін, Роберто Мартинестің шешімдері жалпы ойынды түрлендіруі ештеңеден қорықпау маған қатты ұнады. Өзі испанец шешім. Одан кейін жалпы бұл команда әлі өзіндікін айтқан жоқ. Құрам жақсы, қорғаныста да, қақпашы Диего Коштаның өзі де қаншама себептер жасайды. Ол мықты ойындарда Диего Кошта керісінше түрлене бастайды. Ол Ойарсабальды мысалы мүлде соққыларын өткізбей қоюы мүмкін. Испания мысалы Аустрияға қарсы Аустрияның қорғанысы да жалпы ортада 1-1 0 соққы болды, ештеңе көрсете алған жоқ. Соған қарсы Испания негізі кемі 5 гол соғу керек. Өз мүмкіндіктерін пайдалана алмады, біршама мүмкіндікті. Ал ондай мықты қорғанысқа келген кезде керісінше жаңағы ойыншылар 1-2 соққы қиыс кеткенде сынады. Ямаль сынады, сөзсіз психологиялық тұрғыда сынады, жарақат емес. Одан кейін қиын болады ойын жүргізу. Ал жаңағы Португалияның орталық қорғанысы, жартылай қорғанысы, ол бұл матчта барын салады. Жаңағы қателікті Роналду қайталамайды енді, ол төмен түспейді. Роберто Мартинес бәрін көріп тұр. Мүлде тіпті Роналдуды қосалқы құрамнан шығару әбден мүмкін 60-шы минутта. Скорее всего нет. Бұл ойын басқаша. Мен Роберто Мартинес түсінді, Роналдудың өзі де біледі. Бұл жері егосы басылды деп ойлаймын, өйткені әлем чемпионатында топ жару деген басты мақсат, ол негізі құрамнан шығудан қарағанда маңыздырақ. Негізі келе салмаймын, Роналду үшін маңызды негізі құрамда шығу. Мүмкін емес деп ойлаймын. Тем более Испанияға қарсы. Мүмкін емес. Спор. Негіз құрамда шығады. Қойшы, ондай алдамаса баланы. Жоқ, болжам ғой просто. Енді келген Дидарды жоқтатпаймыз. Бұқар жыр айтпақшы, құрайтқаннан не Сегізден пайда, финал басқаша. мал араға түспегісі деген. Жоқ, мына жерде бір тайыншы. Бұқар жыраутын айт десем, Бұқар жырауты да оқиды екенсің. Бұқар жырау енді бекер айтпаған ғой енді. жоқ, мына жерде Роналду құрайтқаннан не пайда деп. өте қиын болады, себебі Сол кезде сонда бәс бар деген сөз ғой. Иә, құрайтқаннан не пайда, мал араға түспесе деп Португалия, Испания арасындағы кім келесі кезге келеді. Мен Дидармен бәстесіп қойдым, енді Дидар екеуміз 20-15-ке алдық кеттік, кішкене, бірақ нормально болды. қиын болады негізі, себебі Роналду неде андай Испанияның биік линиясы бар, қорғанысының. Роналдудың офсайдта көп қалатын енді сөзсіз да, Роналду өзі андай онсыз да офсайдқа көп қалып жүрді, андай төмен отыратын командалар офсайдқа көп қалып жүр. Мына жерде биік ойнайтын командалар больше кіру керек. тем более. Мына жақта кем дегенде 2 рет офсайдқа Андай сәттер көп болатын сияқты, мысалы қапталда Нету мен Ляо екеуі қашып кетеді. Роналду идакты бүйтіп офсайдта тұра береді. Мысалы Нетуға пас кетіп, Нету қапталдан жүгіріп кетеді, ал Роналду уже мына жақта тұр. Айбалаңында. Кәдімгі Барсаға қарсы тактика бар ғой. Майорка сөйтіп ойнады ғой. Иә, Майорка сияқты қапталдан келеді да Роналдуға пас. Сол кезде Роналду бас сол офсайдта болмаса, және тайминг бойынша ашса болды. Әрі қарай 1-1 шығып гол соғатындай сәттері негізі болу керек. Португалия, Португалия сәттері болады, гол соғатын сәттері болады. Португалия, Испания матчынан кейін соққы және голды ыстық кезінде шығарып тастауымыз керек. Сондықтан бұл шығарылымға арнайы, бұл матчқа біз арнайы тоқталамыз. Португалия, Испания. Симонды көреміз. Симонды көрмегелі 4 матч болды. Португалия, Испания білесіңдер ма бұл? Не ғой, бір шай ішіп келсе де байқамай қалатын болды ғой. Ең бір андай несі, жұмысы аз, ақшасын алып жүрген адам ғой негізі. Португалия, Испания матчын тағы да бір интрига кім жүргізеді екен деген интрига бар мысалы. Бізде өзіміз комментаторлардың арасында мысалы, не деген матч қой, күтіп жүрміз шыны керек. Парагвай, Франция. Парагвай сенсация жасады. Сенсация дегенде ол сол моментте сенсация болды, бірақ кейін ойланып келе жатсам, Германия деген не енді, не серьезно ғой жігіттер. Бірақ сұрақ бар ол матч туралы. Неге Рюдигер теппеді? Рюдигерді ауысып кетті ол. Ауысып тастады. Рюдигердің орнына тас шығу керек еді бірақ. Ой, Рюдигер емес, тан алып тастау керек еді. Негізі. 1-1 есебімен ойын аяқталған, пенальти сериясында Парагвай жеңіске жетті. Енді бұны біз фон-тимде айттық, талқыладық. Ана жерде Санабре мен Бальбояна гол соғылмағаннан кейін кәдімгідей үміт болды ғой. Мануэль Нойер міне жігіттер деген кезде. Джонатан талпайып қой енді істеген. Жоқ, негізі ол андай, негізі керісінше ана Германиядағы фанаттар оны андай қолдау көрсетіп жатыр, себебі 6-шы соққыға 4 ойыншы отказ берген. Горецкийдан 2 рет сұраған Кимих тебесін ба деп. Горецкий 2 рет жоқ деген. Сосын енді ана жақта амалсыздан, ана жақта 2 вариант болып тұрды, немесе Нойер, немесе Та. Енді Нойер енді Кимихқа алыстау болды да, енді ана жақта Та мен шыға салайын деді. Та ұрды, соға алмай қалды. Ана жерде негізі өздерінен көру керек ойыншылар. Тек қана өздерінен көру керек, жалпы ұшқан өздері жалпы вообще не жалпы. Парагвай. Юлиан Нагельсман қызметінен кетті, енді оның орнына Юрген Клоп келеді деген әңгіме көп тарап жатыр. Клоп Red Bullда бақытты. Мен ақша жүріп жатыр, жұмыс жүріп жатыр, шаршағам деді, Ливерпульде біраз күш жұмсағам, әлі мен футболға оралмаймын деді. Бірақ Юрген Клоптың контрактісінде Red Bullмен
егер мені Германия ұлттық құрамасы шақырса, мен без компенсация сол сәтте біздің контрактымыз үзіліп ұлттық құрамаға кетем деген Примерно пункт бар. Зиданның сияқты ма? Пункт бар. Ол пунктті бекер қоспайды ғой. Демек ода бір үміт болды. Ол осыны ойлады, ұлттық құрамада жұмыс істегісі келеді деген сөз. Бірақ енді Нагельсман ұзағырақ жұмыс істейді, кейін барамын деп те ойлаған шығар. Дегенмен мүмкіндік қазір туындап тұр. Юрген Клоп Германия ұлттық құрамасын тізгінін ұстай ма? Ұстайды шығар енді. Бірақ мен андай өте андай үлкен скепсиспен қараймын, андай клубтық бапкерлерді осы ұлттық құрама баптаған кезде. Себебі ұлттық құрама дейтін андай ешқандай система. Басқа профессия ғой? Иә, басқа профессия, негізі андай бір зейнеткерлердің профессиясы ғой. Бірақ енді Юрген Клоп зейнетте ғой. зейнетте ғой. Зейнеттің билетін білу керек. Зейнетте ма? Мен Жоқ, ол жағынан әңгіме жоқ. Юрген Клопқа тура келіп тұр. Футболдан шаршадым деді. Ұлттық құрамада онда көп жұмыс жоқ. Арасында жұмыс істеп тұрасың. Матчтар жиі болмайды. Бұл жерде мені уайымдататыны, мысалы Майнцта көрдік, бір команда, бір банда. Боруссия Дортмунд бір команда, бір банда. Ливерпуль бір команда, бір банда. Ұлттық құрамаға келген кезде бір аптада, екі аптада ол сондай банда құрып үлгере ме? Жоқ, үлгереді деп ойлаймын. жоқ, ну Авторитетімен авторитет дегенде бұл жақта ештеңе құрмайды, просто ана ойындарға барады, шамамен кім мықты соларды шығарады и сөйтіп ойын құрады болды. Андай негізі біздер андай негізі менеджердің жұмысы ғой, бұл бапкердің жұмысы емес, менеджер ғой просто. Андай ұлттық құраманың бапкері ол менеджер негізі. Көп сол сөз андай точнее келеді бұл неге. Испанияда Де Ла Фуэнте менеджер ма? Де Ла Фуэнте Маурисио Почтино Америка құрама штаттарында. мен менеджер деп ойлаймын. Клубтың ойындарын, Джесси Марш Канадада. Клубтық ойындар қояды ғой. АПЛ көріп отқан сияқты. Да? Ну, мүмкін. Канада ойнап отқанда мен АПЛ көріп отқан сияқты. Клоп өте мықты бапкер ғой енді. Енді сөз. Өте мықты бапкер. Жоқ, қара шаршадым десе, клубтық футболдан демалғым келеді десе. Неміс. И авторитеті бар. Болды ғой. Мен просто еще клубты андай клубтық деңгейде көргім келді да. Сол үшін андай. Қимай тұрсың ба? Енді клубтық деңгейде көресің. Клубтық ұлттық құрамада. Бірде бір есебімен ойын аяқталды. Парагвай Францияға қарсы енді бұндай болмайды шығар, енді француздарды жеп тастау керек. Жаңа біз мінсіз құрама деп Испанияны айттық. Франция әзірге мінсіз деп айтуға ойыншылар. Иә, айтуға мінсіз деуге болмайтын шығар. Бірақ Франция әлі 100% көрсеткен жоқ ол. 48% көрсеткен жоқ. Иә. Неше пайызын көрсетті? 47% көрсетті. Әлі 53% бар. Білмеймін, енді Алисе көрсетіп жүрген футболды, бұндай әдемі футболды ешкім көрсетіп жүрген жоқ сияқты қазір әлемде. Жалпы ма? Жалпы әлемдегі ең әдемі ойын. Ең әдемі ойын мен жалпы ана бір Луврға сақтық қою керек сияқты жалпы Алисенің ойыны, себебі енді андай керемет жалпы ана қайшылап тепкен соққысы. Жоқ, еще несі, ұлылығы да сол да, гол соғылмады. Иә, гол сол. Бірақ пастар жол болмады енді бұл ойында, бірақ енді ойыны дейтін сұмдық. Мына жақта дейтін негізі реализация чуть-чуть көбірек болған кезде жалпы бір кәдімгідей 6-5-0-ге жететін еді негізі. Мбаппе дубль жасады, Мессиге жетіп алып еді, Месси қайтадан осып кетті. Мбаппе деген мынау әлем чемпионатында бір демалмайтын болдым ау деп күйініп жүр. 21 минутта Мбаппе есеп ашқан, бірақ офсайд болып саналмады. Одан кейін 45-те гол соқты. Осман Дембеле нәтижелі пас шығарып берді. Болды, сосын Швеция. Швеция деген болмайтын команда негізі мынау. Әлем чемпионаты плей-оффына шығып кетті. Өзі әлем чемпионатына шығып кеткенінде өзі бір жолдам, путевкамен келе салды ғой. Исак, Дьокереш деген футболшылар түк істеген жоқ. Ана жақта Мбаппе дубль авторы атанды, оған Олисе нәтижелі пас шығарып берді. Баркаляға да Олисе шығарып. Мынау сетка қиын болып кетті. Әйтпесе Испания мен Франция егер турнир кестесінің екі бөлігінде тұрғанда, екеуі ар жақта қарсыластардың бәрін жайпап финалда kesетін еді. Деңгей бойынша. По логике сондай. Логика бойынша, бірақ енді кесте сондай болып қалды. Сенсация болып тұрады. Мен ойымша Франция осы айқын екі фаворит бар. Осы әлем чемпионатта ол Франция мен Испания, сол екі команда қатарында кәдімгідей клубтық деңгейде, мысалы ПСЖ, Бавария деген командалар бар ғой. Сондай деңгейдегі футбол көрсетіп жатқан командалар деп ойлаймын. Мысалы көбінесе ұлттық құрамаларды менсінбей жатады ғой, клубтық футболда олар онша емес, кез келген клуб ұлттық құраманы жеңеді деген сияқты топ клубпен топ ойнаса. Бұл жерде керісінше Франция мен Испания қазір Чемпиондар лигасының финалында ойнап беретіндей деңгей көрсетіп жатыр. Анау Барселона, мынау ПСЖ ғой? ПСЖ десек те болады. Сосын егер финалда ойнамайды ғой бұлар. Бір өкініштісі. Сол ғой өкінішті. Әйтпесе екеуі бетке финалда кездеседі негізі. Сол жақсы болатын еді. Жоқ, бір команда тоқтатып жібереді бұндай құрамаларды өзі. Бір-бірлерін тоқтатады тек. Бір-бірлерін. Иә, бір-бірлерін тоқтатады. Анау прикол бар ғой, мысалы ше, Дембеле, Олисе, Баркаля, Мбаппені көріп
шабуыл қатты күшейіп кетті басынан. Сол егер мысалы 64 құрамаға көбейтсеші әлем чемпионатын, мынау онша-мұншада неден Азиядан командалар көбейте бергенше, Франция 2, Испания 2 дұрыс қой, мына жерде ше Шерки, Дуэ деген футболшылар қосалқы құрамдағы отырды. Канте отыр, мысалы, оны да сағынып қалдық, көргіміз келеді. Эрнандестер қосалқы құрамда, Малу Гюсто, не деген енді Франция. 3-0 есебімен Франция талқандап тастады. Енді Парагвайға қарсы ойында жеңіске жету керек. Канада Марокко. Канада 16-тан бірінші финалда шымылдығын ашты, 8-ден бірінші финалдында шымылдығын ашайын деп жатыр. 16-тан бірінші финалда Оңтүстік Африкаға қарсы қиналды енді біраз. Соңғы минутта салды ғой енді. Соңғы минутта салды. Кешке болғаннан кейін бәріміз осы ойынды тамашалап едік. Эуштакио жеңіс голын соғып кетті. Марокко Канаданы тізе бүктіру керек қой. Әрине. Бірақ Канада үйде ойнағаннан кейін бір естіп кетемін. Үйде болғанда бұл матч бірақ Хьюстонда өтеді. Сонда да Энерджи стадионында жанкүйерлер көп болады. Бірақ Марокко айқын фаворит сияқты менің ойымша. Марокко Нидерландты тізе бүктірді, пенальти сериясына дейін барды. Ол ойын 90+1 минутта Иса Диоп есепті тең қылып кетті да. Кейін пенальти сериясында Клюйверт, Тимбер, Саммервилл сияқты футболшылардың бәрі мүлт кетті. Канада Марокко, бәріміз бір ауыздан Марокко деп отырмыз ба? Әлде басқа ой бар ма? Марокко. ақш пен Бельгия арасындағы матчта айтайық, Америка құрама штаттары Босния және Герцеговинаны сезбеді. 2-0 есебімен 10 футболшы болып жүрсе де жеңіп кетті. Ал Бельгия болса енді Сенегалға қарсы сұмдық камбэк жасап кетті. Қалай саған Бельгия Сенегал матчы? Бельгия енді мынау ойыны өкінішке қарай болып тұр. Енді нашар. Жалпы қосал құрамынан жаңа ойыншылар шығып, Лукаку деңгейін көрсетіп, әйтеуір Бельгия келесі кезеңге шықты, бірақ осы 8-ден 1 жолы аяқталатын сияқты. Бельгиянікі. Мен ойымша, әрине Бельгия фаворит жар дегенмен ақш ұлттық құрамасы мен ойымша. Мен де сөйтіп ойлаймын. Ойыны бойынша мақтарақ, әсіресе мынау. Бельгия бірақ анау бір нәрсесі бір қосылып кетіп жатады. ақшта балагун жоқ. Балагун болмайды, менде сол, егер балагун болатын болса мен содан есі Маккейни деген жігіт бар ғой ақшта бірде. Маккейни түйіндейтін адам емес, 9-қа жарамайды. 9-қа Сондықтан қиындау. Бельгия енді ол қиыннан қиыстырып бір ылғида. Жапонияны да баяғыда 0-2 жеңіліп жатып 3-2 жеңіп кеткен. Сенегалды да дәл осылай 0-2 жеңіліп жатып 3-2 жеңіп кетті. Өзі қиындатып барып содан шыққан жақсы көреді. ақш осымен ертегісі аяқталады. Бельгия келесі кезеңге шығып. Өйткені ақш болды. Онда Бельгия ертегісі басталып кетеді. Мынандай ойынымен олар ширек финалға шықса. Қанша дегенмен ол бұл жерде деңгей басқаша. ақштың әрине жылдам ойыншылар көп, жақсы, команданы әдемі жасақтаған, Почтино ойынды да сенімді әдемі қойып берген. Бірақ қанша дегенмен енді өз жерінде өтіп жатса да, кез келген команда өз жерінде өткеннен кейін ары қарай финалға дейін жетеді деген сөз емес қой. Ойында ең бір қауіпті тұсы шабуыл болған. Өйткені шабуылда орыннан Балагунның шығып, Балагун қызыл алғаннан кейін мысалы ауыстырған жоқ, сол күйі ойнатты. Балагунның орнына шығып, тура солай ойнап беретін ешкім жоқ. Жоқ, Сенегал Бельгия матчында камбэк супер керемет, соңғы минуттарда Лукаку шығып өзгеріп кетті дейміз. Бірақ по факту Бельгия Сенегалды болмайтын ойын көрсетті ғой. Аны Сенегал вообще бардак болып отыр ғой. Бапкер бар кезде мен келмеймін, бапкер мен айлықсыз жұмыс істеп жатырмын. Сендер маған үшін не әңгіме айтып отырсыңдар деп. Бачт болып жатыр. Одан да екеуін де шығарып тастап Кабо Вердені добормен алып. Солай істейміз ба? И Франция екіні қосады. Франция екі мен Кабо Верде. Кулибали мен бапкердің скандалы бар. Тағы жаңағы Кулибалидің өзі шертіп жүр. Привоз болып жүрген. Жоқ, Сенегал анақта негізі олар өздері кінәлі, Әлімжан өзі эфирде де айтты ғой, өздері кінәлі деп негізі. 2-0 ұтып тұрған адам. 2-0 ұтып тұрған команда андай голдар жібермеу керек қой енді. Лукаку енді өте қарапайым голдар жіберді. 2 голдың да жалпы енді білмеймін, енді андай бардак негізі. Сенегалда ойыны бардак, жалпы обал жоқ. Бельгияда да бірақ Бельгияда да, иә. Но бірақ Бельгия набирайды. Сол маған бірінші матчы катастрофа болды. Жайлап келе жатыр. Көрейік енді ақшқа қарсы. Бірақ бұлар кім шықса да мына жақта ар жағында Испания, Португалия болып тұрып, сол себептен примерно. Бразилия, Норвегия. Топ матч менен жігіттер. Екінші орынға осыны қоюымыз керек қой. 8-ден 1 финалдағы топ матч. Бразилия Жапонияға қарсы ойнады. Және бұл ойында да біраз қиындығы тап болды. 90+5 минутта Мартинелли оны Папа Карло шығарды. Сөйтіп Мартинелли жеңіс голын соғып кетті. Жапонияны жылап шығарып салдық негізі. Жап-жақсы жігіттер еді деп. Норвегия болса Кот д'Ивуарға қарсы ойнады. Кот д'Ивуарды да кішкене қимай қалдық негізі. Жаман емес. Енді Бразилия Норвегия матчында
Марғұлан, қалай ойлайсыз? Қандай нәтижелер келеді? Қиын бұл жерде бірдеңе айту. Расымен Бразилияның ойыншылары шапшаң, норвегиялықтар ауыр, олар стандартқа сенім артады. Қос қапталдан енді бар өте жылдам ойыншысы сол Муса. Сол жақтан келіп сол біраз нәрсе істеп бермесе, ортаға қарай доп тасырып. Ары қарай енді Серлот пен Холланд түйіндеушінің рөлін атқарады. Жалпы Сольбакин де екеуіне сондай жұмыс берген. Олар ешқандай артқа түсіп, әуре болып жүрмейді ешқандай да. Алдыда жүреді, пас келсе түйіндейді. Тек Серлот қана түсуі мүмкін төменірек, ал Эрлинг Холланд тек алда жүреді. Соны пайдаланып жақсы бір голдар салмаса, ал қалған тұрғысынан енді қос команданың да ойыны бір сұмдық тамаша деуге мүлде келмейді. Норвегияның да осал тұстары жеткілікті, оның орталық қорғанысы және қапталдағы қорғаныстары әлсіз. Жаңағы Бразилияның жылдам ойыншылар қапталдан өтіп кетсе, олар қарап тұрып қалуы мүмкін жай ғана. Одан кейін енді Бразилияның да орта тұсы бір сұмдық деуге келмейді. Казимиро әйтеуір бірдеңе істеп гол соқты, бірақ жалпы жүйемен қорғанған кезде Норвегияның жаңағы Нуса секілді жылдам ойыншылары Холландға пас берсе, олар түйіндеп кетуі мүмкін. Сол тұрғысынан екеуі бір шамалас команда, сұмдық деңгейі жоқ керемет. Енді бұл Папа Карлоға сенім арта тұр, бүкіл Бразилия сол бір доп айырмасымен жеңіліп жатыр еді. Камбэк сол Реал Мадридтің кезіндегі Карло Анчелотти біраздан есіне түскен сияқты. Бірақ мен Норвегияға ырза боламын да, мына жақта Бразилия, ойбай біз 24 жыл чемпион болмадық, бүкіл үмітіміз Папа Карло, Винисиус, Неймар шақырдық, деп жүрсе, Норвегия нарасслабоне жігіттер ұрып қойып ұрып жатыр. Ана жерде ше кәдімгі футболға футбол ретінде қарап жатыр да, бұл ойын спорт ретінде ше, андай бір ұлт тағдыры, ел намысы емес, кәдімгідей біз әлем чемпионатында келдік, ойнап жатырмыз. Ләззат алып жатыр ма? Ләззат алып жатыр, ләззат сыйлап жатыр. Мексика мен Англия арасындағы матч. Томас Тухель Британияға өмір бақи кірмейтін адам болайын деп қалды. Британияда Брексит болып кете жаздады. Бірақ бағы бар екен, Конго Демократиялық Республикасын әйтеуір жеңіп кете алды. Бірақ сонда да қиын болды. Сипенге гол соққаннан кейін Харри Кейн дубль автор атанды ғой. Енді оның қарсыласы Мексика. Мексика міне әлі гол жібермеген. Үйде ойнап жатыр. Матч Ацтекада болады. Ацтекада болады. Иә. Білмеймін, енді Англияда Конгомен бір алғашқы минуттарда мен таңғалдым. Жалпы голға дейін Конгоның жаңағы допқа иелік ету нәтижесі 80-20 болды ғой. Басында жалпы Тухель вообще түсінбей қалды не болып жатқан жалпы алаңда. Конго бірінші минуттардан бастап шабуыл, гол жібергеннен кейін ғана бір кішігірім оянды. Англия бірақ оянғаннан кейін дұрысынан оянды, себебі андай моменттен кейін момент вообще андай қақпашыға бірде-бір қақпашының бірде-бір дене мүшесіне не болған жоқ, тыным болған жоқ. Англияда бірақ негізі проблема өте көп. Әсіресе оң қапталда қорғаушы позициясы жағылмай қалды. Сосын Нони Мадуэко мен Решфорд шығарып жатыр. Неге екенін білмеймін. Букайо Сака мен сенде Энтони Гордон бар да, қапталда вингер. Өте андай соққы көп жасайтын, жалпы дриблингке де мықты. Барлық шетінен Гордон шықты да айырып тастады ғой. Решфордтан мықты. Шықты және бірден нәтижені көрсетті. Кейін Эзе де қосалқы құрамда қалды. Жалпы осындай мысалы айырмасы Англия мен Конгоның. Яқта қосалқы құрамнан Энтони Гордон, Сака, Эзе және Стоунс шығып жатыр да. Және ойынды былайға өзгерте салды шейін. Қосалқы құрамнан шықты және нәтижені көрсетті. Ал Конгода Каембе, Бангонда, Каемба және Майеле деген жігіттер шығып жатыр да, былай қарап тұрсаң. Міне осы топ клубпен жоқ, Каямбаларды жеңе алмасаң, сен 8-1 финалда Каямбар Сақанда жоқ қой. Жігіттер, онда соңғы ойын сол Швейцария мен Колумбия арасындағы матч. Оны бір ұзақ талқылаудың қажет жоқ сияқты. Сенің ойынша 8-1 финалға ол ойында кім шығады? Колумбия. Колумбия шығады деп ойлайсың. Швейцарияны Мұрат Екендер жарыстан шығарып тастайды деп ойлайсың. Онда Блиц. Осы жерде жігіттер, мен матчтарды айтам, сіздер келесі кезеңге кім өтетінін айтасыздар. Канада, Марокко. Марокко. Парагвай, Франция. Бразилия, Норвегия. Бразилия. Норвегия. Мен бір ол араластырмаса біздің неге? Немене сен бұл шектен үлкен жігіт қой. 5000-ға. 5500-ге міне. Бразилия. 5500-ге. Бразилия, Норвегия. Мен Бразилия өтеді деп тұрмын. Сіз Норвегия өтеді деп тұрсыз, Мексика, Англия. Мексика. Турнир қожайындарынан негізі мұны жоққа шығармаймын. Мен болып қалуы мүмкін. Әбден осы қай жерде осы сенсация болуы мүмкін десек, Мексика, Англияда болуы мүмкін.
Португалия, Испания. Испания. Португалия. Осыған мен бір таңдау жасамай ақ қояйыншы, уайымдап көргім келіп тұрған жоқ, рахаттанып көргім келіп тұр. Екі версия айта салайын да, кейін тиктокқа қырқып аласыздар да, әдемілеп салып қоясыздар. Меніңше жігіттер, бірінші нұсқасы. Меніңше жігіттер Испания ұтады деп ойлаймын. дұрыс. Екінші версиясы. Меніңше жігіттер Испания ұтады деп ойлаймын. Екі версиясы Испания. Португалия ұтады деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар, комментарийге жазып кетіңіздер. ақш, Бельгия, Америка құрама штаттары. Бельгия. Бельгия, ақш. Аргентина, Египет. Тағы да экстра тайм болып қалуы мүмкін ба? Жоқ, Аргентина основное время. Аргентина болмай ма? Қиналып, Мысыр. Әрине болуы мүмкін, бірақ Аргентина. Швейцария, Колумбия. Колумбия сияқты. Швейцария дейсіңдер ма? Осымен, онда біз шығарылымызды тәмамдайық. Бұл соққы және гол өте қызық шығарылым болды. Шыны керек, енді 8-ден 1 деген тіпті жігіттер жанданайын деп тұр ғой. Өрт болайын деп тұр ғой. Бексұлтан бола ма өрт? Енді 16-тан 1 осындай болса, 8-ден 1-ден 2 есе болады. Айырыс болады. Португалия, Испания ойлаңдаршы. Бразилия, Норвегия. Мақұл. Жақып Марғұлан, бүгін Парагвай Франция матчында комментаторсыз. Сәттілік тілеймін. Рахмет. Әдеттегідей жоғары деңгейде алып шығыңыз. Бюсес. Марокко, Канада. Марокко бұйырса. Әлібек Кеншалы, эксперт, супер эксперт, Қазақстанда нөмір топ 2-ге кіресің. Бексұлтан Кеулен-Қос, супер эксперт, Қазақстанда топ 2-ге кіресің. Өздерін шешіп алыңдар. Дидар келген кезде топшы болып кетесіңдер. Әлібек Кеншалы, Бексұлтан Кеулен-Қос және Жақып Марғұлан, көп рахмет. Арасында зор айтасыз да сіз ше? Бір айтқанда, дөп айтамын. Бұл артқа қайтып көп сөйлеу керек емес бұл кісіге ше. Тыңқ еткізіп. Зор ұрады. Ал басқа Жақып Марғұланның пікірін білгілеріңіз келсе, міндетті түрде соққы және гол телеграм арнасына тіркеліңіздер. Бас редактор бүкіл посттарды осы кісі салып отыр. Міндетті түрде арнаға тіркеліп кетейік. 8-ден 1-ші финалда Португалия, Испания, Мексика, Англия және Бразилия, Норвегия. Осы 3 матчқа болжам қалдырып, 3 ойынның есебін дәл тапқан алғашқы көрерменімізге біздің атымыздан 15 000 сыйлық бар. Сондықтан дәл қазір арнаға тіркелу керек және комментарий жазып кету керек. Бұл соққы және гол арнасы. Келесі кездескенше аман болайық. Көп рахмет жігіттер. Ай жұлдыз жарық, оянсын фанат, баршаға ортақ бұл чемпионат. Фон Тим. Чемпионат баршаға ортақ.